Осылай егерде жай тоқтап, жай жұмыс істейтін болса, сіздер қорықпаңыздар. Бұл бір жерден екінші жерге вышивка өткен кезде ол асықпай қияды, өзінің себебі қайшысы бар, и басқа жерге өтеді. Және өздеріңіз көріп тұрған кезде мынау қызыл жіппен қай жерде тігілу керек, сол жердің бәрін тігіліп біткеннен кейін ол автоматически өзі тоқтайды. Енді келесі жіпті сабақтаймыз. Қызыл жіппен тігілді. Мына жаққа біз қараймыз. Менде мына жерде как цвет кожи сияқты такой смуглый тұр. Ну, понятно, это кожа. Мен осындай жіпті таңдадым. Енді бар жіп. Біз қызыл жіпті аламыз да алып тастаймыз, қорықпай. Орап тастаймыз. Бізге бұл уже керек жоқ. Мына тер түсті жіпті аламын. Мен енді бұл жолы тез сабақтаймын. Себебі алдында сіздерге қалай сабақтағанымды уже көрсеттім. Менде осындай өзіне арнайы жақсы ұшталған қайшы бар. Айтпақшы, бұл машинканың өзінің иненің ұшына кіргізетін механизм бар. Бұл білмеймін енді кімде қалай, бірақ менде жаман жұмыс істейді, сондықтан мен оны қолданбаймын. Жалпы негізі бұл өте жақсы устройство. Бұл жалпы негізі машинка, умный машинка. Өз басыма ұнайды. Кеттік, бәрі дайын. Артындағы мына лапканы обязательно түсіреміз. Егер лапканы түсірмесе, мысалы стартты баса жүрмейді. Естіңіздер ме? Стоп. И егерде мына лапканы түсірмейтін болса, мысалы жоғарыда тұр, стартты бассаңыздар, бұл жүрмейді. Естіңіздер ме? Бағанағыда айтып кеткен умная машинка. Осы лапканы түсіргеннен кейін, стартты басқаннен кейін ғана бұл уже барады. Осындай егер стоп дейміз, қараңыздар. Мына жерде қараңыздар. Осындай қалып қою мүмкін. Соңына дейін кірмейді. Бұны міндетті түрде қиып тастаған дұрыс. Себебі бұл оратылып қалса, мына матаны бүлдіріп жіберуі мүмкін. Аламыз да, соң жалғастырамыз. Вышивка кете береді ары қарай. Вышивка жасалатын жердің өзі схема. Компьютерде қалай жасалынады, тура солай вышивканы жасайды. Вышивка кетті. Мінекей енді ең соңғы түс, қара түсті вышивка жасалып жатыр.